Екінші сабақ қалауларды еркін айту, көмек сұрап үйрену. Жалпы біздің мини жолдасым, менің тірегім атты курсымызда біз бірінші сабақта өттік, ол жақта ақпарат аз-аздан беру туралы айттық, яғни бұл нәрсені, мидың айырмашылығын түсіну арқылы біз жолдасымызбен, өзіміздің ер адамымызбен ұрыспай түсіністікте сөйлесуге мүмкіндік береді. Енді бүгін біз қалауларымызды айтып үйренеміз. Жалпы қайталаудан шаршамаймын, себебі бұл ең басты принцип. Біз екі түрлі жаратылыспыз, физиологиялық тұрғыдан, эмоционалды тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, және ең бастысы біздің өмірімізді басқаратын басымыздағы мидың жұмыс жасау принциптері де әртүрлі. Оны тегін сабақтан бастап, бірінші сабақта да айтып жатырмын, және айтудан шаршамаймын. Енді осы тұрғыдан біз әрине ер адамымыздың бізді әрқашанда қолдап, бізге көмектесіп, бізді сыйлықтар беріп, фильм, сериалдағыдай күткенін қалаймыз, бірақ ақыр аяғында некеге тұрғаннан кейін болды, барлық сыйлық, барлық свидание, сыртқа шығу, мейрамханаға бару деген нәрсенің бәрі ұмыт болып қалады. Не үшін? Көбінесе не үшін бізге көмектеспейді, немесе сыйлық сыйламайды. Әрине, неке қиылғаннан кейін, үйленіп болғаннан кейін, отбасы құрғаннан кейін ер адам болды, мендік деген секілді ол өзі ақырындап қояды. Сыйлық беру, өйткені мысалы бүкіл басқа ер адамдардың мен бірге жарыстың ішінде ол сізді ұтып алды. Яғни ол ұтты, ол молодец, ойын мысалы кішігірім аяқталды деген секілді болуы мүмкін. Бірақ бұл ол үшін ғана емес, сыйлық сыйламаудың басқа бір астарлы нәрсесі жатыр. Себебі кейбір отбасына қарасаң, екеуі үйленгенге дейін қандай қарым-қатынас сақтаса, үйленгеннен кейін де сондай қарым-қатынас сақтайды. Мысалы, бір жыл үйленгенне, 2 жыл үйленгенне сыйлықтар беріп жатады, күшті жерлерге апарып жатады. Сол кезде басқа адамдардың еріне таңғалып жатасыздар. Мысалы, қалайша біздікі ең болмағанда үйді ремонттауға, жөндеуге күші жетпей жатыр, ана жақта әртүрлі сыйлықтар береді. Негізінен ер адамның әрине сол бір несінен басқа, жаңағы үйленгеннен кейін қоя қойғанмен, бұл жақта тағы да бір нәрсе жатыр. Көбінесе әйел адам өзі бәрін құртып алады. Яғни олар не істейді? Барлығын өзім жасаймын деген нәрсе құртады негізінен әйел адам. Бұл енді шыны керек, мен қанша зерттесем де, мен де пәк адам емеспін, қатесіз адам болмайды. Мен де басынан біраз қателік өткен болатын. Соның ең басты үлкен қателіктерінің бірі бұл барлығын өзім жасаймын. Себебі менде керісінше ер адамды кішкене аяушылық, мен өзімше болып кетпейін, барлығын сұрай бермейін, жоқ, бірінші бала-шаға бар, анау жағдай жасап алайық. Қалайша мен қазір мейрамханаға апаруын сұраймын, егер біз үйде жаңағыдай тамаққа ақша әрең жетіп жатса, немесе қалай мен өзіме сыйлық сұраймын, егер балаға қыстық аяқ киім алу керек болса деген секілді, біз өзімізді кейінге қойып жатамыз да. Солай сұрамаймыз ешқандай сыйлық, немесе ер адамымыздан көңілі түсіп қалған әйелдер болса, онда одан күткенше мен өзім-ақ жұмыс жасап, қазір өзіме керек затымды алып аламын деген секілді басқа тағы да бір ұшы бар. Яғни бұл сценарийлер дұрыс емес, себебі ер адамның миы қалай жұмыс жасайды. Негізінен мен сізге бір қызық зат айтайын. Әлемде мысалы ер адамдарға аса бір қатты көп нәрсе керек емес. Оларға ең басы тамақ ішсе, жылуда болса, жаңағыдай қауіпсіздік болса, баспанада олса болды, осы жеткілікті. Яғни минималды қажеттіліктер жабылса, негізінен ер адамға одан көп зат керек емес. Ал әдемілік, неше түрлі күшті заттар алу деген секілді нәрселердің барлығы ол көбірек әйел адам үшін керек. Сол себептен егер сіз өзіңіз сұрамасаңыз, немесе өзіңіз қалауларыңызды айтып, ер адамның сонда бір кішкене қозғалуына әсер етпесе, олар бізге сыйлық сыйламайтын да сол себептен. Сол себепті мен сіздерге айтқым келіп тұрған нәрсе, ең үлкен проблема, мен барлығын өзім жасаймын деген нәрсе. Сол себептен оны қойып, біз не істеуіміз керек? Сұрап үйренуіміз керек. Бірден сұрай бастау кішкене қиынға соғуы мүмкін, себебі мен де өзімді андай ешнәрсе сұрамайтын, жоқ, барлығы жақсы, ең бірінші ананы бітірейік деп, мен өзім де қатты
қарым-қатынасты бір бұрыс жаққа бұрып алғаным ол бар, иә. Дегенмен кейін ақырындап ауысып, мысалы мен қазір еркін айтамын, иә, керек нәрселер. Керісінше әр келесі сұрауым үлкеюде, иә. Сол себепте ер адам да ары қарай мотивация деп қой, былай орысша тілінде айтқан кезде, иә, қозғалуына, сыйлық жасауына ары қарай көмектесіп жасауын қамтамасыз етіп бастайды, иә. Дегенмен көп адамдар, әйел адамдарға осы жақта сұраңыздар деп айтамын ғой, қателіктері бар. Оны мен де жасағам, сондықтан өз басынан өткеннен кейін сіздер де қателеспеу үшін сіздерге алдын ала айтып алайын, иә. Ең басында менде оқиғалар бар, мен сұраңыз деп айтамын ғой, иә. Кейін әйел адам сұрағаннан кейін, мысалы гүл сұраса, кейін ер адам мысалы гүл сыйласа, ол керісінше ренжіп қалады. Мысалы, өзім сұраған гүлімді өзің сыйлап тұрсың, иә, өзің сыйлауға ойың жетпеді ме деген секілді реніші пайда болады. Керісінше гүлін әкеп тұрған ер адамға қайтадан ренішін білдіреді. Я, түсінемін, ол бір түрлі, я, гүл сыйлашы деп айтпау керек негізінен, я, ол өзі сыйлау керек. Бірақ басында егер сіз айтып, ол сізге маңызды екен түсіндіріп, немесе көрсетпесеңіз, оның ондай қадамдарға бару екіталай. Түсініп отырсыз ба? Ең бірінші сіз өзіңіз сұрап, ақырындап, я, бірінші сабақты ұмытпаймыз, аз-аздан сұрап, кейін оны автоматқа айналған кезде, кейін ол өзі бере бергісі келеді, кейін біз одан да көбірек заттарды сұрап бастауымыз керек, я. Бұл біріншіден жаңағы ренжімеу, керісінше бұл осы периодты шыдап беру керек, я. Яғни басында өзіңіз сұрау керексіз. Екінші қателік, қатты байқайтын, өзімде басына өтетін, алған сыйлыққа алғыс білдірмеу, я. Өзіміз сұрап алсақ та, ренжудің орнына, негативті эмоция берудің орнына біз әрқашанда алғыс айтуымыз керек. Себебі ер адамның ең басты жаңағы минималды бүкіл қажеттіліктерді жапқаннан кейінгі тағы бір қажеттіліктердің бірі, бұл әрине оның әйел адамы бір мықты екенін, я, көрсету, яғни әйел адамға керек екенін көрсету де ол өте үлкен қажеттілік. Бірақ әйел адам мен өзім бәрін жасаймын, я, мен дейді, ер адамның ол қажеттілігін тіптен өшіріп тастайды, я. Сондықтан оны біз қайтадан ақырында жандырып оятуымыз керек. Сол себептен берген сыйлығын дұрыс қабылдай білу, я, яғни кішкентай бір гүл әкесін, я, ол сізге алып кеп тұр, түсініп отырсыз ба, я, яғни басқа қаншама ер адамдар өте көп, оның ішінде жақсы да, жаманы да, өте жаман кейіптегі ер адамдар да өте көп, я. Бірақ ол сізге ең болмағанда мысалы бір гүл сыйлап келді ма, ой, осы сыйлағанның өзінде де жарымай бір гүл әкеп тұрсың деген секілді, кейде әйел адам өзінше, сол берген сыйлығының өзін жоққа шығарып жібереді, я. Кішкентай сыйлық болса да алғыс айтып үйренуіміз керек, я. Яғни қандай керемет, мынау гүлің деген үйдің жайдарын ашып, көңілімізді көтеріп, үйдің бір берекесін әкелді ғой, қандай керемет деген секілді біз эмоцияны білдірсек, ер адамдарға сол эмоция қажет, я. Яғни ол бір гүлді сыйлаған кезде сондай күшті эмоция алса, ол сізге келесі жол одан да көп гүл сыйлай бергісі келеді, я. Яғни бұл гүлге ғана байланысты емес, көмек сұрасаңыздар да, я. Мысалы, кәдімгі әртүрлі банкілер тамақ пісіргенде, мысалы, сіз өзіңіз аша алсаңыз да, жоқ, сіз оны ер адамнан одан да сұрап көріңіз, я. Яғни ашқан кезде, ой, қандай рахмет, күшті аштың, я, мен соны аша алмай қиналып, тамақ дұрыс пісіре алмай отырған едім, сен келіп едің, мінекей, ашылды да қалды, бүкіл жұмыс жүрді де, тамақ қазір тез пісетін болды деген секілді, керісінше жылы сөз алғыс білдірген кезде ер адамыз сыйлықты одан сайын көп бере бергісі келеді, я. Көбірек үйде көмектесе бергісі келеді. Сол себептен ең үлкен қателікті жасамаңыз, я. Яғни келген сыйлығын жоққа шығарып жібереді кейбір әйел адамдар, ондайларды білемін. Немесе сыйлық алып келген кезде өзі қуанып отырса да іштен, бірақ басқа қажеттіліктерді алдыға шығарып жібереді, ой, осы гүлді алғаннан гөрі барып жаңағы
бір аяқ киім алмадым ба, мысал ретінде ғой. Немесе ана барып коммуналканы жаппадым ба, немесе бізде кредит басымыздан толып жатқан кезде қайдан ғана осы гүлді алдым деп, осы гүл алмайтын не гүл алғыш болып қалдым деген секілді де мысалы артық сөздер айтып жатады. Бұл керісінше бұндай сөздерден кейін сіз келесі жолы ер адамыңыздан ешқашан гүл болсын, гүл ортақ бір сыйлық айтып отырмын ғой, басқа да сыйлықтарды сіз күтпесеңіз де болады. Себебі сіз оның миына нақты жазып бердіңіз. Болды, ешқандай сыйлыққа келмей, бізде басқа қажеттіліктер өте көп. Сөйтіп миларынан құйып тастап, кейін отырып, маған еш нәрсе сыйламайды деп ренжіп отырған, ол кішкене бір түрлі. Сол себептен бұндай қателіктерді жасамаймыз. Не істейміз? Сыйлықтарды сұраймыз және оған алғыс білдіреміз. Сыйлықтарды тікелей сұрауға болады. Бұл басында айтқандай көп әйел адам мен сыйлықты өзіңіз сұраңыз деген кезде жаңағыдай кейде не үшін мен сұрауым керек, ол өзі жасасын деген секілді позицияда қатып алады, сондан кетпей тұрып алады. Мен айтамын, әрине, дайым сондай болсын, өздері сыйлық берсін. Бірақ егер дәл қазір сізде ондай қарым-қатынас болмаса, біреу келіп, жаңағындай Золушка болсын, бір фея келіп, күшті бір нәрсе жасап кетіп, сіздің ер адамыңыз бірден өзінің ойында, оның миында, сыйлық беру деген функция өзінен өзі пайда болмайды. Сондықтан тікелей сұрауға болады және керісінше тікелей сұраудан бастау керек. Басында үлкен зат сұрамаңыз, себебі біз бірінші сабақты ұмытпаймыз. Сіз ешқашан еш нәрсе сұрамай келе жатып, мына сабақты қарап алып, барып, мен шетелге шыққым келеді, маған күшті киім керек, маған анау керек, мынау керек деп қайтадан миын толтырып тастасақ, ол еш нәрсе сегіз келмей қалады. Өйткені неден бастап не қоярын білмейді. Бұл уақытқа дейін егер сізге көмектеспесе, сыйлық жасамаса, ақырындап аз-аздан бірден үй жинап барыңыз деп көмектеспесе, қарапайым банкіні ашып көмектесуін сұрасаңыз болады. Немесе ауыр зат негізінен мысалы мен үйде ешқандай ауыр зат көтермеймін. Сәл ғана ауырлық болса, мен оны өзім көтере алсам да, мен оны ешқашан көтермеймін. Себебі үйдегі ер адамдар бар болған кезде неге мен ауыр зат көтеруім керек. Сол себептен не істейміз? Аз-аздан сұраймыз да, ең болмағанда бір көтеру керек зат болсын, қатты ашу керек нәрсе болсын, бір күш салып жұмыс жасайтын секілді нәрселер болса, оның барлығын ер адамыңыздан тікелей сұрап бастайсыз, аз-аздан сұрап бастап, кейін оны үлкейдің арқасында сіз қалаған сыйлығыңызды сұрасаңыз болады, қалаған көмек сұрасаңыз болады. Ер адам сіз үшін, сіздің эмоцияңызды алу үшін ол барлығына да дайын болады. Сол себепті бүгінгі сабақтың қорытындысы ретінде сұраудан ұялмаңыз, бірінші сабақты ұмытпаймыз, аз-аздан сұраймыз, және де сыйлық берген кезде қателіктер жасамай, керісінше қуанамыз, алғысымызды білдіреміз. Сізде ғана сондай керемет ер адам бар екенін оған білдірсеңіз, ол соған лайықты болуға тырысады. Ондай болса, бүгінгі сабақтың қорытындысын өздеріңізге жазып ақырындап өміріңізге енгізсеңіз болады. Ал ең қызықты, ең күшті сабақтардың бірі бұл сонымен ер адамды қалай өзгертеміз деген сұраққа келесі сабақта жауап беретін боламын. Сондықтан қалмай міндетті түрде келетін болыңыз.